Мысықтың қарғысы, неге кейбір мысықтар иесін бақытсыздыққа ұшыратады? Әсел кішкентай кезінен мысықтарды жақсы көретін. Ол әрдайым көшеден қараусыз жануарларды үйіне алып келіп, оларды бағып қағатын. Бір күні ол қала шетінде қара түсті, көздері оттай жанған кішкентай мысықты тауып алды. Мысық оған ерекше бір нәрсесімен ұнады, оның көзқарасы тым ақылды, тіпті адам секілді еді. Әсел оны қарға деп атады. Алғашында бәрі жақсы болды. Бірақ бірте-бірте үйінде түсініксіз оқиғалар орын ала бастады. Алдымен ұсақ-түйек нәрселер жоғала бастады: кілттер, телефон, зергерлік бұйымдар. Кейінірек үйдегі айналарда әлдебір сызаттар пайда болды. Ең қорқыныштысы, түнде Әсел өз бөлмесінде біреудің сыбырлап тұрғанын еститін. Ол алғашында бәрін өзінің қиялына балады. Бірақ бір күні қарға айна алдында отырып, өз көлеңкесін емес, әлдебір қараңғы силуетке қарап мияулай бастады. Мысық арсылдаған ит секілді дыбыс шығарып, артынша шегініп кетті. Әселдің жүрегі зырқ ете түсті. Сол түні ол сұмдық түс көрді. Түсінде қарға оны тастанды үйдің ішіне бастап кірді. Үйдің ішінен көрінбейтін біреу сыбырлап, оның атын атады. Әлдебір қол оны ұстап алмақ болғанда, ол шошып оянып кетті. Бірақ оянған кезде де сол сыбырлар жалғасып жатты. Әсел шошына жан-жағына қарады. Қарға бөлменің бұрышында отырды да көздерін әлдебір нәрсеге қадап, ырылдап тұрды. Дәл сол сәтте перде өздігінен қозғалып, үстел үстіндегі кітаптар жерге құлап түсті. Ертесі күні Әсел интернеттен мысықтар мен тылсым күштер туралы оқи бастады. Ол мысықтардың рухтармен байланыса алатынын, кейде олар адамдарға белгілі бір нәрселерді ескерту үшін жандарында пайда болатынын білді. Бірақ ең қорқыныштысы, кейбір мысықтардың өз иесін қарғауы мүмкін екен. Осы оқиғалардан кейін Әсел қарғаны бақсыға апарды. Бақсы оны қолына алып, бір сәт үнсіз тұрды да: "Бұл мысық жай емес. Ол сенімен бекер келмеген. Артыңнан бір нәрсе еріп жүр. Қарға сені қорғап жүрген сияқты, бірақ егер сен оны дұрыс түсінбесең, өзіңе кесірі тиюі мүмкін" деді. Әсел сол сәттен бастап үйінде тылсым нәрселер орын алғанда дұға оқып, шам жақты. Бірнеше күннен кейін қарға үйден кетіп қалды. Әсел оны қанша іздесе де таппады. Бірақ үйдегі оғаш жағдайлар да сап тыйылды. Осы оқиғадан кейін ол мысықтардың жай ғана үй жануары емес екенін түсінді. Кейбір мысықтар бізге берілген белгі, ал кейбірі бізді қорғауға келген рухтар.